Құрма наны. Әуелі құрманы ыстық суға салып қоясыздар. Сосын құрғақ қоспаларды саламыз. Сода салдым соңында. Alma уксусы. Сосын мен оливковое масло қостым. Езілген құрманы осылай қолыңызбенен, болмаса қасықпенен турап аласыздар. Осылай қосасыздар. Мен осылай ездім құрмаларды. 300 грамм су, арысы берісі. Жақсылап араластырып елейсіз. Суды бірденен құймайсыздар. Ақырындап қарап, байқап отырасыздар. Аз болса кішкене құясыздар. Бір ұндар суды көп жұтуы мүмкін, ал бір ұндар суды мүлдем аз көтеруі мүмкін. Сөйлімді қосқаным, сөйлім жасыл құмық ұнын осылай әп-әдемі ғып біріктіріп беруге көмектеседі. Ананың бақыты, қуанышы, баланың денсаулығы әрдайым осы мен балапандарыма, перзенттеріме осындай денсаулыққа пайдалы, сіздерге де өздеріңізді және балапандарыңызды үшін сондай нандарды жасап беруге бөлісемін. Әрдайым пергамент қағазын қолданыңыздар. Суды осылай құйып отырамын. Етін әрлеу үшін, әрі тез пісу үшін осылай кесіп шығамыз. Және бетіне күнжіт себемін. Осылай сепсеңіздер, нандарыңыздың дәмі өзгеше болады. Қызып тұрған печкаға 180 градуста 30-35 минутта пісіреміз. Финики қосылған наным дайын болды. Бұл нанымыз маған және отбасым үшін денсаулығымызға өте пайдалы нан деп білемін.
Кейін нанымыз осылай дайын болды. Қазір татып көреміз. Кішкене тұрған соң бұл өзі қалпына келіп жұмсара бастайды. Қазір мінекейіңіз, нанымыз өте керемет болып шықты. Жасап көріңіздер. Өте дәмді. Ас болсын. Мен май менен нанды бала кезімнен сары маймен осылай жегенді жақсы көретін едім. Ыстық кезінде мүлдем керемет болады. Не деген керемет. Не деген керемет нан болып шықты. Алланың қалауыменен. Сіздер де жасап көріңіздер. Шыдай алмай мен маймен жағып шетін жеп қойдым.